кешфлоу ойын қыздар мен тек офлайн ойнатамын. Пока Сарыағаш қаласында, Шымкентке шақырсаңыздар, Шымкентке де барамын. Енді кешфлоу ойыны сіздің ақшамен қарым-қатынасыңызды көрсетеді. Ол жерде сіз бір кез келген мамандық иесі боласыз, мамандық иесі бойынша айлық алып отырасыз. Ол жерде жаңағыда жер сатып аласыз, жер сатасыз, үйді аласыз, үйді сатасыз, акциялар келеді сізге неше түрлі. В общем, ол жерде өмірде қандайсыз, сол ойында өзіңіздің қандай екеніңізді көресіз. В общем, ойын бір ойыннан-ақ адамдардың кәдімгідей ақша потогы ашылып, адамдар көп нәрсені ойын барысында түсініп жатыр. Бірақ ойынды жиі ойнаған сайын, сіз ойында тәуекел еткен сайын миыңыз соған үйренеді, мына өмірде де сіз тәуекел ете бастайсыз. Ойында да сізде ажырасу болады, ойында да сізде салық тексеруші келеді, ойында досыңыз қарызға ақша сұрайды, сіздің ойында сіз просто жай ғана алтын сатып аласыз, ойында сізге неше түрлі мүмкіндіктер келеді. Сол үшін